Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Армысыздар? Бүгін сіздерде қазақ әдебиеті сабағы. 6-шы сыныптың қазақ әдебиеті сабағында хандық дәуір әдебиетімен және Доспамбет жыраумен танысатын боламыз. Көне түркі дәуірінен басталып, шығыстың классикалық дәстүрінен нәр алған қазақ халқының төл әдеби мұрасы 15-16 ғасырларда қалыптаса бастаған. Қазақ әдебиетінің тарихында бұл кезең хандық дәуір әдебиеті деп аталады. Бұл дәуірде қазақтың Асан Қайғы, Мұхаммед Қайдар Дулати, Қадырғали Жалайыри сияқты ойшылдары, тарихшылары, Сыпыра жырау, Шалкиіз, Қазтуған, Доспамбет, Марғасқа, Ақтанберді, Тәті қара жырау, Шал ақын, Бұқар сияқты ақындары мен жыраулары болған. 15-18 ғасырлардағы әдебиет жыраулар поэзиясымен белгілі. Қазақ жыраулары тарихи, қоғамдық және рухани тұрғыдан алғанда сонау түркі қағанаты дәуірінен басталады. Әйгілі Иолық Тегіннің жазбалары оның күлтегін, Білге қағанмен Тоныкөк уақытында елдің бірлігін, бек пен қағанның атақ абыройын ардақтаған жырау екенін дәлелдей түседі. Иә балалар, жырау дегеніңіз кім? Соған жауап беріп көрейік. Жырау өз жанынан жыр шығарып айтатын және эпикалық дастандар мен толғауларды орындайтын халық поэзиясының өкілі. Балалар, бүгін біз сіздермен Доспамбет жырауды өтетін боламыз. Доспамбет жырау 1490 жылы қазіргі Ресей Федерациясы Ростов облысы Азау қазақша, ал негізгі атауы Азов қаласында дүниеге келген. 1520 жылы Тайбалы аралық ұрыстардың бірінде Астрахан маңында қаза тапқан болатын. Бұл кісі сонымен қатар жырау, қолбасшы, батыр адам болған. Бұл кісінің түйдек жырмен қатар көптің аузын қаратқан шешендігімен де танымал. Және сонымен қатарластары бұл Доспамбет жырауды дауылпаз жырау деп атаған екен. Кіші Ноғай ордасында әскери қолбасшы болған жырау. Ол Дешті Қыпшақты көп аралап, Бақша сарайда, Стамбулда болған. Қырым ханның жанында көптеген әскери жорықтарға қатысқан белгілі батыр да болған адам. Доспамбет жыраудың шығармалары. Доспамбет жырау жырларынан оның мұрат мақсаты, түсінік талғамы, дүниеге көзқарасы анық аңғарылады. Отан қорғау, елге жерге деген сүйіспеншілікті бейнелейтін Қырым, Ноғай, қазақ жұртының іргесі бүтін ешкімге бас имейтін ел болып отырған заманды аңсау екенін аңғаруымызға, байқауымызға болады екен. Доспамбет жырау ол заманды қайтып келмес бақытты өмір ретінде толғайды. Оның мынандай шығармаларында да ол кездеседі. Атап айтатын болсақ, шығармалары, еңбектері: Айнала бұлақ басып таң, тоғай, тоғай, тоғай су, азау, азау дегенің, арғымаққа оқ тиді, қоғалы көлдер, қомсулар, айналайын, ақжайық секілді өлеңдерінде отанға, елге деген сүйіспеншілік жатқандығын байқаймыз. Доспамбет жыраудың жырлары ертеректе Ноғай уа құмық шырлары атты жинақта басылып шыққан болатын 1893 жылы. Кейіннен Василий Радовтың халық әдебиетінің үлгілері деген жинақта басылды 1896 жылы. Содан кейінгі ертедегі әдебиет нұсқалары деген атпенен басылып шыққан болатын 1967 жылы және Алдаспан 1971 жылы. 15-18 ғасырлардағы қазақ поэзиясында 1982 жылы, 5 ғасыр жырлайды жинақтарында 1985 жылы және тағы да басқа әртүрлі әдеби хрестоматиялар, сонымен қатар жинақтарда үздіксіз жарияланып келді. Иә балалар, бүгін біз сіздермен хандық дәуір әдебиеті және де Доспамбет жырау туралы білдік. Доспамбет жыраудың өмірімен, оның шығармашылығымен етене таныстық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.